Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді. Достар, короче, біз бүгін Майнкрафтта өзіміздің скайп блогымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Өткен бөлімде біз не істеген болатынбыз, арғы биомға барған болатынбыз, және де өзімізге мынау ферма, ағаш фермасын соққан болатынбыз. Сендер ана келіп лайктарын басып кетіңдер, ал біз кеттік. Короче, достар, мен өзім мына жаққа жол салып бастап жатырмын. Көріп тұрғандарындай, міне біз мына биомға баруымыз керек, кейін ар жақтан үй көрініп тұр, соған барамыз. Осыған сәл жалғастырып жатырмын мен істеп. Ана жақтағы ағаштар өскен ағаш шауып, ана жақта төбеде пайде ағаштар қалды, и мен оған бойым жетпей қойды. Ана ағаштар, басқа ағаштар өссе, соларды алып осы жаққа бара береміз. Менде блок бітті, но біз жақын қалдықта секірейік. Опа, все, и на сундуктың ішінде бізде не бар? Бізде ағаш бар. Менде стактар бар екен ғой, бәсе мен бағана көп істеп қойдым. Бізде мынандай снежный кәдімгі ағаштың несі бар, темный дубтікі бар, және де бізде накавление бар, кейін бізде стол зачарования, кітаптар бар, и морковь бар екен. Мен лақтыра салдым мынаны. Короче, достар, бізде ар жақта бір үй тұр, но ол жерде де кітаптар тұр, и ана шетте сундуғы тұр, и ана жақта қой бар екен. Бізде сол қойға баруымыз керек, бізге, то есть. Дайте, менде қолымда блоктар бар екен әлі. Бағана мен ана жақта ағаш өсіпті, бағана көп ағаш сындырып, көп емес, қанша айтайын ба, 5 ағаштай ма сындырдым, либо 4. Содан полублоктар жасап алғанмын. Енді бізде целіміз ана үйге барып қойдың несін қарқау керек, жүнін. Ол үшін бізге железо керек қой. Ладно, давайте біз үй соғып көреміз ба? Или ананы үй қылдырып аламыз ба өзіміз? Давайте қазір көрейік. Короче, достар, біз бететін болдық. Короче, на жерде тұрған ағаштардың бүткілі өссін. Міне төбеде ағаштар тұр. Осы қаз бізде 2 ағаш өсті, қалған бүткіл ағаш өсіп, осыларды сындырып, там ағашты көп жинап аламыз. Кейін осы мына жерлерді бір-біріне біріктіріп, мынаны басқа жаққа апарып, басқа жаққа барып, короче, на жерге өзіміздің үйімізді салатын боламыз. Бізде на жерде грядканың бүткілін басқа жерге көшіретін боламыз, и және де бізге земля көп мөлшерде керек болады. Мынада бізде шалкерде, бізде өткен бөлімде сундук болатын. Сундук дептім ғой, мына ведро бар. И біз не істеуіміз керек, осы ведромен суды тасып, там анау не тұр ғой, аты не еді, жаңағы булыжник шығаратын нені басқа жаққа апаруымыз керек. Мен ана үйге барғым келіп тұр. И давайте сол үйге бірінші барайық. Біздің, думаю, неміз жетеді ағаштарымыз. Короче, бізде кішкентайық жер қалды. Ананың ішінде, бұл кішкентайық үй екен. Хорошо, давайте біз соған тез-тез жетейік. Давайте сендер лайктарын басып отырыңдар, ал біз тез-тез на үйге жетейік. Кстати, бұл үйде еще не екен, арғы шеті кирпичпен жасалған, және де бір не тұр бізде, бір табличка тұр ана жерде. Бұл жерде шоп деп тұр, типа ананы бастан типа шопинг жасайсың. Ана жерде бізде бір қой бар екен. Ана жақ уже не ма? Ана жақта уже портал екен, но бізге ол жаққа баруға әлі ерте. Давайте на сундукты көрейік, шетте тұрған. Ана жақта 2 железо бар екен, цветок железодан 2, кейін надан тағы біреу бар екен, шөп и пшеница бар екен. Нормально. Біз намен не жасай аламыз, кстати, аты не еді? Ножницы жасай аламыз. И соны жасап біз не істеуіміз керек? Ана қойдың жүнін қырқау керек. Бізде не бар ма? Бізде верстак жоқ. Бар. Бізде верстак бар екен. Дайте біз тез-тез бұмен ножницы жасайық, то есть. Міне жасай алдық. Енді келесі күн күтпей бұған
уже жасап тастауымыз керек бізде. Ол жақта только бір ғана қой екен. Ну ладно, бірінші пока что спаун жасала ма, жасалмай ма қалған биомдарға білмеймін. Но в принципе жасалу керек. Бізде мына жақта только бір ғана қой. Дайте осыны алайық. Қойдың жүнін. О, прикиньте, екі не түсті. Екі шерсть. Екеу түсті. Ой. Бізде дала уже түн болып кетті, но біз әлі ұйықтай алмаймыз. Және де бізге әлі зомбилар спаун жасап жатқан жоқ, себебі бізде әлі күніміз қатты өтпеді. Ой, то есть сначала күндері келмеді зомбилар, а кейін толып келеді. Давайте, ой, мына жер біздің базамыздан алыс екен. И сол үшін мен келем деп құлап қалып жатырмын. Мынау енді нетпей ма? Жүн өсірмей ма өзіне? Бір әрекет етіп жүн өсіру деген жоқ па бұда? Давайте бұнан жүн өскенін күтейік бұдан. Бұл пайде шөп жесе өседі, жегісі кеп тұрған жоқ па шөпті? Қас біз ұйықтай алмаймыз ғой бұлсыз. Давайте күтейік жүн өскенін. Короче, өзі жүн өсірмей жатыр, мен беріп көрейін маған тамақ. А все равно нетпейді екен. Хорошо. Мәндер. Ну, күтейік, басқа істейтін дымымыз жоқ. Біздің пока күтей тұрайық мыналарды. О, өсіпті, прикиньте. Өсіпті, баршы паркет. И опять екеуі түсті бізде. Есік мына жерде тұрген. Ой, мыналар шығып кетпесін. Алайықта тез-тез қашайық. И барып кровать жасап алайық. Біз бару үшін осылай құлай саламыз. И наконец-то біз ұйықтайтын боламыз. Достар, қараңдар, бізде уже бүткіл ағаш болмай өскен. Жаңа мен кроватьқа жетпеді, ағаш болмады менде, только полублоктар болды. И осыдан сындырбаған болатын, бір не құла кетті, сол үшін екеуін сындырған болатын. Давайте біз осының бәрін тез-тез шауып тастайық. И жерімізді мына жерлер бірге қосып, мынаны басқа бір биомға апарып қойып, в принципе, ана жаққа апара саламыз. Либо мына жердің бәрін тазартамыз қазір, кейін оның орнына өзімізге үй салып көретін боламыз. Но, в принципе, былай несін жасап қойсақ та, хотя бы үйімізді салып қоямыз. Короче, достар, мен мына ағаштарын бүткін сындырып тастадым. И мына жер ортан жауып қойдым. И жаңағы булыжник шығаратын базаны орнын ауыстырып тастадым. Мен оны ана жаққа істеп тастадым. И маған земля керек болғандықтан мен оны ана жақтағы биомнан алдым. Мына жаққа келсем бәрібір мына жақтағы биомнан землясы болады. Міне бізде мына жақта мынандай бірдеңе шықты. Мен осыны істеу маған өте қиындыққа соқты. Неге екен білмеймін. Мынаны жақындатуға болатын еді, бірақ оған ерінді. Менің топорым сынып қалды, и тоже киркам сынып қалды. Но мына жақта булыжник шығатын істеп тұр. И мына жерде мен жаңа земля алған болатынмын. Ой, кеттім ғой. Мына жақта енді мен осы жақта осындай база қалдырып қойдым, типа. И кейін мен грядканы примерно мен мына жақтан бірдеңе шығарып, осылай сол жаққа қарай жасауым керек болады. Либо ана жерді жөндеп қоятын боламыз. Мен анау жаңағы лавамен қиын болғаны лавамен суда араластырып булыжник шығару болды, себебі ол тірлікті мен никак жасап көрмегенмін. И сол үшін маған чуть-чуть қиындыққа соқты. Короче, грядканы ауыстыру керек. Бізге мына жерге үйім саламыз. Біз кәдімгі ағаштан салатын боламыз. Ағаш менде қазір, мына жақта жұмыртқа бар екен мен қолымда қазір. Лақтыра салайық, все. Бізде ағаш міне шалкерде тұр. Міне мына жақта 17 земля қалыпты. 53 ағаш шықты бізден. Мына жақтағы жаңағы тағы одан кейін де мен өсірген болатым. Содан бері содай ағаш. И достар, мен грядканы анау биомға жасағым келіп тұр. Сол биомға қарай баруымыз керек біздің. И
сол жаққа қарай жасаған дұрыс сияқты меніңше. Давайте соған бір немен барамыз, бізде 31 несі қалып кетіпті бұл өрнектің, осымен барып көреміз ба деп тұрмын. Солай жасауымыз керек, біздің басқа жасайтынымыз жоқ. Давайте біз просто бұларды қазір теріп қоя тұрайық. Давайте мыналарды алып алайық осылай. Ой, өлдім. Мыналарды дальше сындырып тастайық. Кейін осылай бүткілін алып алайық грядкамыздың. Мыналарды таптап тастауымыз керек, чтобы бұл кәдімгі жер болып қалу үшін. Короче, достар, біздің үйіміз мынандай болды. Қасына төбесін жаба салайын. Міне, біздікі бір кішкентай бірдеңе болып қалды, но оған мән бермеңдер. Алда уақытта үйіміз бұндай болып қалмайды, міндетті түрде өзгеретін болады. Давайте қазір ұйықтайық. Ой. Міне, бізде үйіміз мынандай болып қас терезелерін шығару керек. Бізде тақорым менің бағанасын қалған. Давайте терезелерін шығарып тастайық. Мен терезелерін шығарып біттім. Давайте на бетке тоже шығара салайық бір кішкентай терезелерден. И бізде стекло жоқ. Бізде стекломыз жоқ, себебі бізде әлі неге бармадық. Анау тұрған песочный неге бармадық, сол үшін бізде әлі терезе жоқ. Алдағы уақытта баратын боламыз. Сендермен бірге болғанмен дейді. Видеоны сарына түрге лайктарыңыз кетіңдер. Давайте